Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осында керемет, өте дәмді қаймақ пен сүзбеден жасалған сметанник жасайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде ең алғашқылардың бірі болып, менің әрбір шығарған контентімді көретін боласыздар. Алдыменен біз қамырын дайындап аламыз. Мен бүгін екі түрін жасайтын болғандықтан ұнымды кішкене көбірек алдым. 350-400 грамдай ұнымызға 150-180 грамдай сары майымызды осылай үккіштен өткізіп, одан кейін жақсылап осылай араластырып, крошка етіп осылай дайындап аламыз. Одан кейін осы дайын болған қамырымызға құмшекерімізді және де қопсытқышымызды қосып, бәрін қосып болғаннан кейін бір жұмыртқаны салып, осындай өте жұмсақ қамыр дайындап аламыз. Енді қамырымызды екіге бөліп, осылайша салфандарға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа, 1 сағатқа салып қоямыз. Кішкене қамырымыз қату керек. Енді оның ортасына салатын салмасын дайындау үшін 3 жұмыртқаны алдым. 3 жұмыртқаны осылай жарып, ыдысымызға саламыз. Одан кейін құмшекерімізді қосамыз. 150 грамм, 200 граммдай құмшекерімізді қосып, блендермен осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай жақсылап араластырамыз, кішкене көпіргі шыққанша, ақ болғанша. Сол кезде біздің сметаннигіміз өте әдемі болып шығады. Оны үлкен ыдысқа құйып аламыз. Дайын болған құймамызды осылай құйып аламыз. Енді мына тағы да 250 граммдай творог пен 250 граммдай қаймақты қосып, тағы да блендерменен жақсылап араластырып аламыз. Жаңағы қаймағымыздың іртіктері қалмау керек. Бәрін осылай өте әдемі сұйықтық жасап аламыз. Енді осы екі салынған салмаларымызды осылай жақсылап араластырамыз бір-біріменен. Осындай әдемі, бір тегіс әдемі сұйықтық шығады. Енді екі кішірек табамды дайындап жатырмын. Ішіне сары майды жағып, осылай сметаннигіміз жабысып қалмас үшін осылай жақсылап сары майды жағып аламыз екеуіне де. Одан кейін жаңағы қамырымызды алып келіп, осылай қолдың көмегіменен жаймалап шығамыз. Бортиктерін шығарып қоямыз осылай. Таза әдем болып пісу үшін кішкене шанышқыменен де шанышқылап аламыз. Енді ортасына салатын салмаларын дайындаймыз. Бірдей етіп екі ыдысқа бөліп аламын алдымен жасалған салмамызды. Сөйтіп оған біреуіне жасыл, екіншісіне көк түсті пищевой бояуымызды қосып, осылай жақсылап араластырып қоямыз, дайындап қоямыз. Қараңыздар, қандай әдемі түс болып шықты. Біреуі жасыл, екіншісі көк түсті. Одан кейін табамызға осы дайын болған салмаларымызды саламыз, құямыз. Қандай әдемі түс болды. Әсіресе үйде кішкентай балдарыңыз болса, өте ұнайды кішкентай балдарға. Мінекей сөйтіп 180 градуста 40 минутта осылай пісіріп аламыз, 35-40 минутта. Одан кейін суытып қойып қоямыз. Таңертең мінекей шайменен ішкелі жатырмыз. Сметаннигіміздің сыртқы қауырсынынан босатып, осылай енді жақсылап бөліктерге бөліп, ыдысымызға салып, дастарханға қойып, енді осы сметанниктерімізбен шай іше берсек болады. Мінекей қараңыздар. Үйде екі кішкентай немерелерім болып еді, оларға қатты ұнады. Әдеттегі жасаған сметанниктерге қарағанда мына түрлі түсті болып көзге ерекше көрінеді.
бір шайдан қалған жоқ. Немерелерім қызығып отырып бір шайменен ішіп қойдық. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Біреуі жасыл, біреуі көк. Енді өздеріңіз білесіздер, үйде қандай пищевой бояуыңыз бар, соны қосып, әр түрлі түс осылай жасап алсаңыздар болады. Сіздерге ұнаса, сіздер де осылай жасап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Келесі видеомда кездескенше сау болып тұрыңыздар. Осындай түрлі түсті пирог жасауды ұмытпаңыздар.